Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Егер сіздің үйіңізде қайнатылған қызылша қалып қойған болса, онда осы салатты 4 күн шайына жасай қойсаңыз болады. Міне менің суға қайнаған қызылшаларым. Менде мұнда 2 қызылшаны теркінен өткізіп алдым. Енді осының үстіне укропты ұсақтап турап салатын боламыз. Теркінің майда жағынан бір чеснокты өткізетін болам. Корнишондарды да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Жұмыртқа саламыз. Бұны да 4 бұрыштап тұрып саламыз. Суамызды осылай 4 бұрыштап турап майға қуырып аламыз. Мұнда менде жаңағы майға қуырып алған жуаларым. Осыны салаттың үстіне маймен қоса саламыз. Тоз салып жатырмын. Қара бұрыш салып жатырмын. Салатымды араластырып, тарелкаға орналастырамын. Міне қыздар, менде 4 күн шайына осындай тәп-тәтті салат дайын болды. Үстіне кукуруз немесе горох салсаңыздар болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.